Hoş geldingler balalar bizning aulimizga. Biz qandaymiz? Şog'olali qandaymiz? Kulim degen kundaymiz? Hech vayimni bilmaymiz. Balalar, bugun senler qo'noqqa kelibsinglar aulimizga. Mana bizning Қазақ үйіміз біздің керегеден, уықтан және шаңырақтан құралған, я? Керегемізде бізде текемет орналасқан. Бұл текеметте әртүрлі оюлар бар екен. Төрттілік жайында білесіңдер ме? Төрттілікке бізде балалар қараңдаршы, қандай үй жануарлар жатады екен? Жылқы, сиыр, қой. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бұл бізде үй жануарларынан бізден сүт өнімдері, дастарханымызға ұлттық тағамдар келеді екен, я қараңдар. Қатығымыз, ірімшігіміз, құртымыз, сүтіміз алынады екен. Сендер менімен тапсырма орындағыларың келе ма? Балалар, сендердің кеуделерінде белгілер орналасқан. Осы белгі бойынша біз тапсырмалар орындаймыз. Жарай ма? Ұлдар, бізде мына қойдың жүнін қырқамыз, ұлдар. Сендерге сондай тапсырма берілді. Осы қойдың жүнін абайлап, қайшыны байқап ұстаймыз. Қауіпсіздікті сақтаймыз. Бәрекелді ұлдар, жарайсыңдар, өте жақсы. Ал қыздар, қойдың жүнін қырқып алып келдік. Енді бұл жүнді біз тәжірибе жасап, әртүрлі түске бояп көрейік. Бізге ол үшін су қажет, жүннің қанық түсі шығу үшін бояғыштар қажет бізге әртүрлі. Және сірке суын қолданамыз. Сірке суын қолданған кезде абайлау керек. Мен өзім сіздерге қосып беремін. Алдымен суымызға бояғышты қос. Жүннен біз жіп жасадық. Сол жіптен енді біз құрақ құраймыз. Ол үшін біз жіпті инеден өткізіп аламыз.
Жарайсыңдар балалар. Сендерге тапсырмалар ұнады ма? Сендер балалар қандай ою түрлерін білесіңдер? Қошқар мүйіз. Кәне жасайықшы. Қошқар мүйіз. Қаз мойын. Түйе табан. Тағы қандай? Құс қанат. Кәне. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Мен барған сайын, дастарханым дайын, қояды қозым,